башка түркий халыклар да биздин кырым татар тилибизди, медениетибизди öğrensin, özleri hakkında daha çok malumatlar bilsin dep. Мен шуны әйтер идем, мин дә килешәм. Бу да минем максатым, әлбәттә, татар телен популярлаштыру, таныту кешеләргә. Avrupadan da çok soğulardan bizler hakkında az şey bile. Сіздерді тыңдап отырып, бірде-бір орыс сөзін кездестірмедім. Әмма мин аннан өзүмә шундый принцип куйдым: татарча сөйләшсәм, татарча гына сөйләшәм, урыс сүзләрен кыстырмыйча. Ел сайын татарча сөйләшүчеләр саны кими бара. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім? Бүгінгі шығарылымда татар және қырым татар бауырларыңызбен сұхбат жүргізетін боламын. Олай болса, кішігірім ақпарат беріп өтейін. Татар халқы мекендеген өлкелеріне байланысты өзіндік дәстүрінде және тілінде ерекшеліктері бар. Мысал ретінде Қазан татары мен Сібір татарының арасында, немесе Астрахан татар мен Қырым татар арасында тілдік, діндік және де мәдени өзгешеліктер кездеседі. Сонымен бүгінгі сұхбат барысында осы аталмыш мәдениет тіл бағыты бойынша бірнеше тақырыптарды қозғайтын боламыз. Сұхбатты бастамас бұрын бірінші менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Бүгін менің арнамда қонақта татар халқының өкілі Болат қатысып отыр, және Қырым татар халқының өкілі Ленур қатысып отыр. Екеуі де өз халқының мәдениетін, дәстүрін, тілін дәріптеп жүрген белсенді жастардың бірі. Және ең бірінші енді сұхбатты бастамас бұрын Ленур мен Болатқа алғысымды білдіргім келіп отыр осы сұхбатқа қатысқандар үшін. Жалпы өздеріңізді бірінші біздің көрермендерімізге таныстырып өтсеңіздер, қай жақтан боласыздар, немен айналысасыздар деген сияқты. Барыңызға да сәлем. Минем исемем Болат. Мин Татарстаннан булам. Хәзерге мизгелдә мин Алманиядә яшәйм. Укуымны тәмамлыйм монда. Мин татар блогеры, яисә влогеры. YouTube каналым бар, Булат Шаими дип атала. Мин шулай ук төрле төрки телләр турында видеолар төшерәм, скетчлар төшерәм. Гомумән төрки телләрне яратам, сөям. Гомумән телләр белән кызыксынам. Алманиядә мин тел белемен өйрәнәм магистратурада. Хәзер инде менә тәмамлап киләм. Жақсы, керемет. Herkese selam aleyküm. Benim adım Lenur. Ben 24 yaşında. Kırım'da doğdum. Milletim Kırım Tatar. Şimdi Türkiye'de yaşayım. Vaziyetten sebep aslında Tırşınaslık fakültetini bitirdim. İngilizce ve Türkçe. Bulat'taki gibi ben de Türkiye tillerini pek beğendim. Öz kanallarımda, YouTube'umda ve Instagram hesabımda videolar çıkarам bu haqta. Böyle. Жақсы, керемет. Мен сіздердің жұмыстарыңызды қарап шықтым. Жалпы мен де сіздердің тіркелушілеріңізбен YouTube арналарыңызда да, Instagramда да барлығын бақылап, өте керемет, енді жұмыстарыңыз өте зор. Менің енді сұрағым, қашаннан бері сіздер осындай белсенділік таныта бастадыңыздар? Не түрткі болды? Не шабыттандырды сіздерді? Мен де сенің видеоларыңды қарап барам, Балнур. Шақыруыңа рахмет, айтып кетейін. Меңа келгенде мені не илһамландырды? Интернетте шушындай видеолар көріп, түрки телләр турында мен де илһамландым. Һәм минем дә татар телен кертеп, шундай видеолар төшерәсем килде. Моңарча түрки телләр турында түгел, башка, мәсәлән, әйтик, германик телләр турында видеолар караганым булды, аларның охшашлыгы турында. Минем дә шундай видеолар төшереп карыйсым килде. Түрки телләргә килгәндә менә шушы инде минем җавабым. Гомумән YouTube'da kanalımda min ел элек, 7-8 ел элек başladım. Һәм төрле видеолар төшерә башладым. Чөнки минем өчен бу кызык иде. Мин анда укулеледа, гитарада уйнап, җырлап башладым каналымны. Аңа таба ул үсә барды инде. Жақсы. Ленур? Меніңше bu videolarını çıkarganın sebebi Bulat'taki gibi. Men de işte başka bloggerlerinin videolarına bakıp böyle meraklandım ve o stilimde aynı şeylerini de yaratmaya istedim. Ve men bilesem en mühim sebeplerden birisi tilimni saklamagaydı. Yani ve başka insanlarga tilimni öğretmege, başka Türkiye halklarda bizim Kırım Tatar tilimizni, medeniyetimizni öğrensin, özleri hakkında daha çok malumatlar bilsin dep işte böyle videolarını çıkarıp başladım. Мен де шуны әйтер идем, мен дә килешәм. Бу да минем максатым, әлбәттә, татар телен популярлаштыру, таныту кешеләргә. Бу иң төп максат. Жақсы. Ал енді өздеріңіздің YouTube арналарыңыздағы статистиканы бақылап отырған кезде қаншалықты адам сіздердің тілдеріңізге қызығатынын байқадыңыздар? Көбінде қай елдің адамдары қарайды сіздердің видеоларыңызды? Сол қызықтырып тұр мені.
İşte benim YouTube kanalımda pek çok aboneci yok. Daha çok Instagram sayfamda abonecilerim var. YouTube'umda çokusu elbette ki Türkiye illerden, yani başka ülkelerden, yani misal için Kazakistan olsun, Azerbaycan olsun, Türkiye'den de bayağı insan baka. Instagram'ım ise tek Türkiye milletleri değil de Avrupa'dan da abonecilerim var. Yani onlara da meraklı kele. Çünkü çokusu oradan bizler hakkında az şey bile ve öğrenmek için böyle bloggerlerini tapıp benim gibi, Bulat gibi ve bizim sayfalarımızdan bayağı şey öğrene. Şundan sebep biz yani nasıl aytayım, öz halklarımızı takdim edemiz başka halklarga. Миңа килгәндә, менә әле генә каналымның Analytics сәхифәсен ачтым да карадым. Беренче урында минем тора Русия, Татарстаннан караучылар, аңлавымча. Икенче урында Казакстан, өченче урында Төркия, дүртенче урында United Kingdom, Англия, аннары Алмания, АКШ, Америка Кушма Штатлары, Өзбекстан, Индия, шундый география минем анда. Жақсы, керемет. Әмма күбесенчә төрки халыклар карый, минем дә комментлар секциясендә анда күбрәк төрки халыклар, казаклар бик актив. Менә казаклар яратып карадылар минем казак-татар видеосын, күп кеше карады. Аның кадәр кеше карамаган иде башка видеоны. Рәхмәт аларга. Иә, дұрыс айтасыз, Болат. Дәл осы жаңа қазақтар көп қарайды дедіңіз ғой. Менің бір группаласым бар, Мейіржан деген. Сол группаласым сенің аккаунтыңды маған жіберген болатын. Осы Болат деген татар баланы қарап шықшы деп. Иә. Яхшы. О, мәшһүр олдың, Болат. Иә, солай. Ал сіздердің туып өскен жерлеріңіз қай жер? Балалық шақтарыңызды қай жерде өткіздіңіздер? Мин авылда үстем, Татарстанда. Мин авыл баласы. Аннан 5 ел укыдым Казанда, Татарстанның баш каласында бакалавриатны бетердем. Һәм монда килдем Алманияга, Германияга. Біліміңізді татар тілінде алдыңыз ба, әлде басқа өзге? Авылда, безнең нигездә авылда урыс мәктәбе булып саналайды, әмма ике телдә дә укыттылар безне. Ягъни программа урыс телендә, дәреслекләр, китаплар урыс телендә, әмма укытучылар ике телдә дә сөйли иде безгә. Һәм Казанда инде урысча, инглизчә, алманча булды минем. Татарча булмады. Ягъни мин анда да педагогика белемен алдым, инглиз телен, алман телен өйрәндем. Татарча өйрәнмәдем. Татар телен мин шул аралашып, дусларым белән, гаиләм белән аралашып беләм. Авылдан булганлыктан аны камил беләм инде, татар телен яхшы беләм. Жақсы, Ленур, сізше? Менде işte бұға ұшаған бір шекілді кешті балалығым. Менде көй баласы, яғни ауыл баласы. Мектепке қатынаған мектебім да умум тәсіл мектебі еді. Яғни Болат айтқаны кебі бізде де бүтін фенлер русча берілген еді, алып барынайды. Ама Қырым татар тіліні да öğrenедік. Яғни аптада en azından iki dersimiz var idi. Yani birisi til, birisi edebiyat dersi. Sonundan üniversiteye girdim. Üniversitemde İngilizce, Türkçe fakültesinde okudum. Ve işte bizim fakültetlerimizde başka tillerini de öğretiyorlar. Misal için Türk Filologiyası fakültetinde başka Türkiye tillerini de öğretiyorlar. Ben misal için Kırım Tatar tilini saylap aldım özüm için. İngilizce ve Fransızca. İşte Fransızca o Germanik grupasına kirmey ama işte onu da saylamaya imkanım var idi. Böyle. Yani hem mektepte hem üniversitede Kırım Tatar tilini öğrendim. Жақсы, керемет. Мысалы, мне кажется, сіздерді тыңдап отырып, бірде-бір орыс сөзін кездестірмедім. Сіздер сонда өз тілдеріңізде таза сөйлеуге тырысасыздар ма, әлде арасында түсіп қала ма орыстың сөздері? Элек минем дә сөйләмемдә урыс сүзләре күп булгандыр. Мәктәптә укыганда бигрәк тә. Әмма мин аннан үземә шундый принцип куйдым. Татарча сөйләшсәм, татарча гына сөйләшәм, урыс сүзләрен кыстырмыйча. Бигрәк тә инде шундый каналымда булгач кешеләргә татар телен популярлаштырырга тырышкач, мин үземдә шундый саф татар телен булдырырга теләдем. Популяризатор буларак. Мин татарча сөйләшергә тиеш, бит инде саф татарча сөйләшергә тиеш дип. Һәм безнең дә мәктәптә мин әйтеп китәргә оныттым, безнең мәктәптә татар теле һәм әдәбият дәресләре булды әлбәттә. Һәм
алар да булышкандыр инде татар телен яңа дәрәҗәгә күтәрергә, яхшыртырга. Гомумән авылда бит инде, авылда булсаң да анда урыс сүзләре күп киреп китә сөйләмгә. Бар кешедә алай татарча гына сөйләшми. Урыс сүзләре бик күп. Дөресен әйткәндә. Doğru. Әгәр үзең аңлар рәвештә сөйләшмәсәң, урыс сүзләрен кыстырмыйча, башка кешеләр алай сөйләшми. Ben de böyle bir şey payladım aslında. Eğer bir kişinin temiz ana tuğan tilinde laf etsen, o da sana işte tuğan tilinde cevap vermeye tırışır. Ama eğer sen ondan Rusça laf etsen, o da Rusça cevap verir. Hem de böyle bir şey, eğer sana senden Rusça bir şeyler sorasalar, senin de aklın yavaş yavaş Rus tiline geçip başlay. Yani ben bilmem nasıl funksiya çalışır ama çalışır işte böyle çalışır benim için. Belki başkaları için başkaca çalışır ama ne olsa da böyle şeyler. Hem de Bulat Aytkan'ın dayın ben de öz sayfamda sırf Kırım Tatarca malumatlarını paylaşam. Şundan sebep sayfama kirgen bütün insanlar onlar da bana cevaplarını tek tuğan tilde yazmağa tırışıyorlar. Yani başka tillerge geçmesinden. Bu da pek keyifli benim için. Pek zevkli. Керемет, дұрыс. Енді бізде де Қазақстанда бір мәселе бар, мысалға қазақпен кейбір кездері орысша сөйлейді. Сол енді біздегі сол қазақ тілін популяризаторлары, енді мен сияқтылар қазақ тілінде сөйлесуге шақырамыз, енді барлығын мүмкіндігінше. Бірақ соның өзінде біздің қазақ азаматтарымыздың жаңағы сөздік қорында орыс тілдері қолданылып, енді шала қазақша деп айтамыз. Сондай тілді. Ишткенім бар шала қазақ деген терминді. Жалпы енді Ленор мен Болат, менің естуім бойынша татарлардың тайпа түрлері көп, иә. Сібір татары дейді, Қырым татары, Астрахан татары, Қазан татары дейді. Жалпы неліктен осындай әртүрлі атауларға ие? Ол жағынан ақпараттарыңыз бар ма? İşte ben bilesem sizin aklınızda yani sizin bakışınızda bütün bu halklar aynı halk deyip düşünüyorsunuz. Ama aslında Kırım Tatar halkı kalgan Tatar halklardan biraz uzakça oturdu. Yani belki de misal için Kazan Tatarlarının ve Hacı Tarhan Tatarlarının işte birleştirgen daha çok şeyler var. Ama Kırım Tatarları işte misal için Kazan Tatarlardan başka bir şekilde peyda oldu. Misal için Kazan Tatarlarının kanında daha çok İdel taraflarda yaşayan halklar rol oynadı. Kırım Tatarlarda ise Akdeniz taraflarından gelgenleri yani misal için Cenevizler bizde var idi. Yani Genoya tarafından gelgen söylerim. Yani İtalyanlar. Ondan sonra Yunanlar, Grekler, Bizantiya İmperyası'ndan kalgan insanlar. Ondan sonra kim var idi? Gotlar. Yani Gotlarının bir kavimi Kırım'a da gelip yerleşti ve Kırım Hanlığı peyda olganından beri Kırım'da da bir kale mevcut idi. Şu kalenin adı Theodorus idi ve onlar aslında Roma İmperyası'ndan hala da kalmalar idi. Yani Kırım'da var ediler. Hem de şimdi bizim arxitekturamızga yani mimarcılığımızga baksanız yani daha çok İtalya'ya sanki benzey böyle. Ve bizim ben bilesem tabiat da büyük bir rol oynay bu şeylerde. Kırım'ın tabiatı daha sıcak, Kırım'ın tabiatı daha rahat. O da işte halkının oluşumunda büyük bir rol oynap işte bizni başka bir şekilde Formalaştırgan. Kırım Tatarlarının tarixi қызық, рахмәтле Нур. Қазан татарларына келгенде biz инде Болгар халқының ыныклары деп әйтә алабыз. Болгар халқынан чыкканбыз, yani İdil буенда яшәгән төрки халыклар. Һәм шулай ук бездә Кыпчак элементы да бар. Ягъни телебездә Болгарда Кыпчак элементлары да бар. Шуңа күрә икесе тарихчылар шулай дип карый белүемчә, икесенең комбинациясы кебек, ягъни кушылмасы кебек бераз. Болгар һәм Кыпчак халыкларының. Тагын ни әйтә алам? Электән әйе шул Идел җирлегендә яшәгән халыклар. Koşmak isteyim. Yani Bulat dedi ya, onların işte oluşumunda hem Bulgar var hem Kıpçaklar rol oynadı. Yani
Bizni da olar bilan birlashtirgan ana shu Qipchoq qani, ya'ni Tuman Qipchoq konfederatsiyasi bizim xalqlarimizning işte paydo bo'lganda balaban bir işte hisse qo'shdi. Shundan sebep de bizim adlarımız aynı yerden chiqadi. Ya'ni Qipchoq var, Tuman var. Ular bizga adını aqladi. Shundan sebep hem biz o'zlarimizga tatar deymiz, hem o var. Ama aslında bizim xalqlarimiz başka şekillerde paydo bo'ldi. Böyle. Umuman Tatar ismi ol so'ngroq kelgan ism. Ilk bizning babalarimiz o'zlarini Tatar deb atamagan. Masalan bizning babalarimiz o'zlarini Bulgar kishisi deb atagan bo'lsa, siznikilar nechib ataganlar Elnur? Bizde Tatar adı aslında da 11-12 asırdan beri belli. Yani daha o vaxtlardan belli edi şu ad. Çünkü misal için yazılgan Codex Cumanicus'te onun saklanılgan nüshası 13. asırga ait ama ne olsa da bu endi kopya. Yani ondan evvel olan başka nüshalar da var idi. Ve şu nüshalarda Tatar tili deb anıla tilimiz. Yani Kırım'da yazılgan bir nüshada Tatar tili 12. asır. deb anıla. O işte alimler böyle belli. Yani 11-12 asırdan kelgenini belli. Ama onun gerçek nüshası saklanılmadı. Tek onun kopyası. Kopyası ise 13. asırga ait. 13. asırga. Men ayta olmayman bizniki nechikdir, bizning qo'shan Tatar ismi qo'llana boshlagandir nechanchi asrdaymi. Ama benim eshitganim bor tarixchilardan boshda Bulgar kishilar deb atasalar o'zlarini, ular Qozon xonligi bo'lgach Qozonli deb ataganlarmi o'zlarini tugul ayta olmayman. Ama Tatar so'ngroq kelganini bilaman endi. Balki Sovet ne bilan kelgandir, davlati bilan kelgandir ol. Tatar deb atav topilgan mikan alardan bizga, ya'ni biz o'zimiz söylemişler alar uçtu mikan Tatar deb. Önemli Aslında tarih boyunca bizim hanlıklarımız da bayağı yakın bir şekilde işte yaşaydı. Misal için Altın Ordu zamanından son Altın Ordu dağıldı ve onun parçaları payda oldu. Birisi Kırım Hanlığı, son Kazan Hanlığı, Hacı Tarhan Hanlığı, Kazak Hanlığı da galiba. Dürüst Kazak Hanlığı. Yanlışmam bir parça. Doğru. Ve aytacağım, mana şu Tatar hanlıklarının tarafından, yani bizim taraflarımızdan baksak, yani bizim hanlarımız Geray var, Kırım hanları. Bütün bu hanlıklarının yolbaşçıları olarak saylanaydı. Yani öyle vaxtları da var idi. Kırım hanlığından Geray var. Onun işte ballarını, torunlarını Kazan hanlığının paytaxtına koyaydı. Hacı Tarhan'ın ve gene de birleşmeye tırışaydı. Ama ve ben belirlesem şu kadimi zamanlarda, şu eski zamanlarda bizim tillerimiz daha yakın idi. Ama ondan sonra ayrılış başladı. Kazan Hanlığı'nı 1553. senesi galiba. 52'de İvan Yavuz gelip yollap bala. Ne şunun adıydı? İvan o gelip Kazan Hanlığı'nı zapt etti, sonra Hacı Tarhan Hanlığı'nı zapt etti ve Kırım Hanı işte Oz'un ordusunu toplap Moskova'ya gitti. Moskova'nı yaka 1000 kaçıncı senesi? 1571. senesi Moskova'nı yaka ve bu yakmanın sebebi aslında Kazan Hanlığı'nın ve Hacı Tarhan Hanlığı'nın zapt edilmesi. O böyle de yarlıkta yazar yani. Ben sana geldim. Sen özünü padişah dep adlandırasın ama bana çıkıp cengleşmedin, soğuşmadın menden ve özüne daha padişah değilsin. Ve işte benim gelgenimnin maksadı bizim topraklarımızın alğanı oldu dep böyle işte. Kitap. 1552 yıl Tatarlar için oyanışlı data, hani esке alabыз бүгінде ол біздің дәулетімізді жоғалтқан күн һәм Ivan Grozny'nin кезеңі. Kırım Hanlığı için 1783. senesi yani 2 asırdan sonra yani bizim hanlığımız uzun zamanda yaşadı. Altın Ordu'nun en uzun yaşayan varlıklarından birisi oldu Kırım Hanlığı.
Жақсы, керемет тарихи кезеңдермен бөліскендеріңіз үшін көп рахмет. Ленур, Болат, өте қызықты. Иә, енді өкінішке орай, ол кезеңдермен бізде де таныспыз, біздің де тарих сабағында бізде оқығанбыз, жаңағы Иван Грозныйдың жаулап алған кезеңі, біздің Батыс Қазақстанның батырлары сол татар халқын, бауырлас халқын қорғау үшін бірнеше батырларымыз аттанған болатын жорыққа, сол жақта қайтыс болып. Бірақ не болса да енді бауырлас халықты қорғауға не жетеді? Ең бастысы сол. Жалпы енді тағы да енді сұрақтарды қоя бастайын, жалпы тіл туралы. Бағана сіз қырым татар тілі және татар тілі туралы айтып жатырсыздар. Мысалға сол тілдерде ақпарат бар ма? Мысалға тарихи ақпараттар, немесе білім алатын ақпараттар деген сияқты. Мысалға бізде Қазақстанда көбінде жастар, азаматтар енді орыс тілінде немесе ағылшын тілінде ақпараттарды тезірек таба алады. Яғни қазақ тілді ақпарат енді ғана өңделініп, аударылып жасалып жатыр. Сіздерде қалай жағдай? Мағлұмат деген сөзін деймін. Иә, мағлұмат. Яғни бақыңыз, сіз енді мұстақил бір мемлекетсіңіз. Қазақстан енді 30 жылдан берлі мұстақил бір мемлекет, ве сізде бөле бір проблема бар. Яғни өзіңіздің аппаратыңыз тарихыны яқшы етіп öğretip olamay балаларға, doğru mu? Bizler ise müstakillikni daha kazanmadık. Bizde elbette böyle problemalar var. Bizim işte en esas böyle tarih hakkında bilgi bergen yerlerden birisi üniversitettir. Mekteplerde bizde tarihni öğretmiler. Çoğusu bizde öğretken şeylerden işte til ve edebiyat. Kalganını özün istesen öğrenesin, istemesen öğrenmeysin. Böyle. Татарстанда, Россия ішінде болғаш, бізде де шулық хәл. Бізге ғұммен үйретілмеді Татарстан тарихы, мәселен. Бізге орыс тарихы ғана үйретілді. Орыс мектебі боларақ, білмеймін. Ал сіздер тарихты қайдан өздеріңіз оқып біліп жатырсыздар? Бір шежіре кітабы бар ма, әлде тарихи ғалымдар бар ма, татар халқының, қырым татар халқының қайдан білесіздер осы мағлұматтардың барлығын? Elbette kitaplar var. Misal için bizde pek ulu, pek böyle meşhur bir tarihçimiz var. Bozgrin degen bir tarihçi. Emin bilesim o Kırım Tatar değil ama neyse o Kırım Tatarlarının tarihi hakkında büyük bir şeyler yazgan idi. 4 kitabı var ve şu kitaplarının adı da Kırım Tatarlarının tarihi işte. Ve şundan bütün şeylerini öğrenmeye mümkün. Yani Sovet hükümetinin ya da Ruslarının tarafından değil de Kırım Tatarlarının tarafından. Yakında başka kitaplar da çıktı. Onların müelliflerini hatırlamayayım ama bayağı var. Yani öğrenmeye istesen çaresini tapmaya mümkün. Bizde de kitaplar var. Tatarcha kitaplar var. Tarih turunda şın tarihini söyley turgan, çünkü Rusça kitaplarının köbüsü alar Ruslar yazgan bolsa özgertilgen bolgan mümkün, dürüstlükке to'g'ri kelmasga mümkün. Men özüm şahsen internetda o'qiyman, nindidir maqalalar o'qiyman, shulardan bilaman tarixni. Esa videolar qarayman, leksiyalar, masalan bizning tatar tarixchilari bor, masalan Damir Isqaqov degan tarixchi bor, u tarixni söyley, tanıta internetda. Nindidir Ozodlik radiosi maqalalarida chiqargan mümkün tarix turunda nindidir maqalalar. Жақсы, түсінікті. Ama kitaplar, materiallar var internette. Bloggerimiz de var, bizim Kırım Tatar bloggerimiz de var. O ne olsa da Kırım Tatarca değil ama Rusça, ama Kırım Tatarlarının tarihi hakkında videolar çıkarıyor. O da bayağı meraklı. Керемет. Енді келесі сұрағым, мысалға сіздердің өз тілдеріңізде, ана тілдеріңізде сөйлейтін халықтың санын білесіздер ме? Өз жерлеріңізде қанша адам сөйлейді? Немесе söylей алады? Resmi statistika boyunca Tatarcha 7 milyonga kadar сөйлеушілер болған bütün dünyada. Bütün dünyada. Tatarstanda, Rusya içinde 5 milyon деп білем. Дұрыс болса, ялғашмасам. Yakınша şolay. Ama menimше ол көбірек болған. Esa, сөйлеушілер саны, татарлар саны түгел бит, әйме? Сөйлеушілер, сөйлей алатын адамдар. Yaşaşılar ansın bilmeyeyim. Andi statistika var mı ki o zaman? Ama yıl sayın Tatarcha yaşaşılar sonu kimi bara. Bunun turunda haberler çıkıp tura. Ozodlik radiosu çıkardı mı? Bu yıl müqadir kimigen deyip neşedir minge big tiz yaşaşılar sonu kimi bara. Men 2017 жылғы сіздердің президенттеріңіздің жазған жазбасын оқыған болатынмын.
Татарстанның президенті. Сол кезде ол кісі өз ана тіліміздің не болса да ауыз екі тілін сөйлей алу керексіздер. Әдеби тілінде сөйлемесеңіздер жарайды, бірақ ауыз екі тілінде сөйлей алу керексіздер деп бір жазып айтқан жерін көрген болатынмын. Сонда сіздердің президенттеріңіз де белсенді қатысып отыр ғой, тілдің сақталуына, мәдениеттің сақталуына. Алар катнашалар, әмма аларча ул сәяси мәсьәлә, һәм алар әйтүенчә, татарча гаиләдә сөйләшсәләр, тел үлмәячәк. Әйе, үлмәячәктер инде ул. Әмма ул үсмәячәк тә һәм ул аның статусы бик түбән булачак, беркем сөйләшмәячәк, кулланмаячак ул телне. Гаиләдә сөйләшергә тиеш дигән сүз ул мәгънәсез. Һәм әгәр дә дәүләт дәрәҗәсендә тел кулланмый икән, әгәр дә статусы дәүләт дәрәҗәсендә юк икән, мәктәпләрдә укытылмаса, университетларда укытылмаса, ул бетәчәк әкренгә. Һәм бу Русия дәүләтенең сәясәте ул телләрне бетерә һәм алар өчен бик яман. Кырымда да aynı şekilde til meselesi bayağı muşkul. İşte inkişaf etmege ya da inkişaf ettirmege kimse ruhsat vermiyor. Bizde sonki yılları böyle şeyler de geçti. Bizim milli mekteplerimizni kemerlerini kapatmaga istediler. Ama halkın yeniden toplaşıp işte razılığını vermedi. Yani miting olarak çıktılar, dediler yok. Bu milli mektebimiz mutlu duracak. O bunda endi 30 yıldan beri tura ve duracak. Bilgeniniz kadar bizim halkımız sürgün olundu. Ana toprağından deportatsiya yani olundu. 1944 senesi şu vakitte bütün şeylerimizni yani mal mülkümüzni, bütün işte mekteplerini, kütüphanelerini, bütün şeylerini kapattılar. Ve 1944 seneden 80. senelige kadar halkımız öz toprağında yaşamadı. Bizlerini zorlap Özbekistan'a, Kazakistan'da da var bir parçamız, Rusya'da, Ural taraflarında yani halkımız dar kaldı ve tek 90. seneleri halkımız gene topraklarına kaytıp oldu. Gene de cenkleşip, gene de kureşip, işte çünkü bizge rahat böyle topraklarımızı vermediler. Hem de halkımız kayıtkanda öz evlerine kırıp olamadı, öz evlerine. Yani kendiden yanıdan evlerini kurmak gerekedi ve işte hükümet taraftan hiçbir yardım ya da destek olmadı, kol tutmadılar yani. Ya өкінішті жағдай екен. Енді сіздер басқа түркі тілдес елдермен сөйлесіп, көрдіңіздер ме, қаншалықты түсіне алады екенсіздер, мысалға қазақтарды, өзбектерді, басқа түркі тектес елдерді? Мен қазақтарны қазір яхшы аңлайм. Чөнки инде көп аралаштым қазақтар белән. Хәзерге моментта bir 90% аңлыймдыр инде қазақ телен. Вау. Керемет. Әмма элек бәлки бераз әзрәк аңлаганмындыр. Белмим 80-85% аңлаган булганмындыр. Әмма аңлау кыен эмес гадәттә. Кыен түгел. Бигрәк тә ноғай теле безгә якын. Ягъни татар теле, башкорт теле алар инде иң якын телләр. Анысын беләсездер, без ике шива кебек, ике диалект кебек кенә инде фонетикада гына аермалар иң күбе. Аннан инде башкорт теленнән соң ноғай теле безгә иң якын телләрнең берсе. Аннан тагын бар бит әле комык теле, ул да якын дип беләм. Һәм карачай, малкар телләре бар әле, тагын алар да якын дип беләм. Әмма алар белән аралашканым юк, белмим, әйтә алмыйм түгел. Аннан казак, кыргыз, өзбек. Кыпчак телләре барысы да якын инде. Өзбек ансыкларлык телләренә керә. Ул да якын. Ал түрк теле ше? Булат, сен айтып бер. Түрк теле қалай? Түрк теле, әгәр дә түрк телен өйрәнмәгән булсам, мин аны бәлки 50-60% аңлар идем. Гади кеше, гади татар кешесе түрк телен аңлый алмыйдыр, бик 50-60% аңлыйдыр. Грамматик яктан охшашлыклар күбрәк, әмма лексикабыз нык аерыла. Әйе. Тагын әйтмәкче идем. Шул. Жақсы, Ленур?
Менің үшін біраз farklı. Егер қазан татарлар түрк тілін аңламаса, бізде бамбашқа, біз түрк тілін яқшы аңлаймыз. Çünkü bizim tillerimiz işte 70 ya da 80, %70 ya da 80 oşaylar bir-birisine. Ve böyle bir şeyini abayladım. Kırım Tatarca'da Türkçeden bütün sözleri var ama Türkçe'de Kırım Tatarca'dan bütün sözleri yok. Yani Türkler bizni kıyınca anlay, biz onlarını ise rahatça, daha rahat anlayımız. Kırım Tatar tiline en yakın olan tilleri Kumuk ve Karaçay Mavkar tili. Biz aslında bir grupka kiremiz. Kuman, Kıpçak tilleri grupasına kiremiz. Ama ne olsa da Kırım Tatar tilinin böyle meraklı bir hususiyeti var ki bizim 3 en büyük diyalektimiz var, yani şivemiz var. Ve bu şivelerde de ayrı lehçeler de var, pek çok. Bizim çöl şivemiz Kıpçak tillerine daha yakın. Yani Kıpçak tillerinin birisi dep saymaga mümkün. Bizim Yalıboy şivemiz, yani Cenub taraflarında olan şivemiz o Oğuz tillerinin şivesi gibi. Yani bizim Cenub tarafta yaşayan Tatarlarımız, Kırım Tatarlarımız hem Türklerini hem Azerbaycanlarını daha yaxşı anlay. Biz ise men orta yolak taraflarından, yani orta şive, işte çöl ve Yalıboy şivenin ortasında olan bir şive. Biz hem bularını yaxşı anlayımız, hem bularını yaxşı anlayımız. Şu sebepten bizim şivemiz edebi til olarak kabul olundu. Çünkü böyle bir nasıl diyeyim, karışık bir til oldu. Hem Oğuzlar anlay bizni, hem Kıpçaklar bizni anlay. Şu sebepten Yaxşı. meraklı Sen bir yaxşı orundan çıqqansın sen. Аудармашы қажет емес сізге, иә? işte. Мен шын айтмақшы едім, татарға тылмаш керек ме деген мәқал бар. Иә, Вау. менің бір танысым, татар досым, ол да сөйтіп айтқан болатын. Bir-birimizni anlaymiz. Иә, жақсы. Bizde de birinci şiva var indi. Bizden Qozan şivası ol edebi şiva болып тұрады. Керемет. Bizde de Bakışsaray. Мен сіздерді тыңдап отырмын да, жалпы өзім аздап түрік тілін түсіне аламын, былай аздап сөйлеймін. Сондықтан мен сіздерді былай жақсы түсініп отырмын. Менің орнымда таза қазақ тілін ғана білетін адам болса, сіздерді түсіну қиынырақ болар еді. Өйткені сіздердің сөздеріңізде түрік тілінің сөздері анладым, асланда, ки деген жалғау сөздерді жалғайды екенсіздер. Яғни жаңағы түрік тілінің сөздері былай кездесіп отыр. Менің көрермендерім, қазақ тілді көрермендерім ойлап отырған шығар. Иә. O Türk sözleri değil aslında, o işte bizim bütün varlığımız bu. Bütün Türkiye halklarının varlığı yani. Biz böyle söyleyemiz başkaca. Sen bellisin, yani anlamak bu Oğuz sözü mü? Oğuz сөздері, иә, Oğuz сөздері. Біздің Қыпшақ тілінде anladım демейміз, біз түсіндім дейміз. Özbekler de düşündüm деп айталар. Yani bizde düşünmek sözü var ama bu işte oylamak manasında. Düşünmek, oylamak. Düşünü anlау деген мағынада шулай, bizde de ama realize деген мағынада. Иә. Негізі, әдеби сөздік қор өте кең ғой, кез келген тілде, бірақ күнделікті өмірде қолданатын сөздеріміз осы жаңағы түсіндім, қазіргі кезде деген сияқты. Ал сіздердікі былай көбінде әдеби тілден алынған екені көрініп тұр, әрбір айтылып жатқан сөздеріңіз. Енді біз халқымыздың тілі ғана емес, жалпы мәдени дәстүрі, ырымдары жайлы да сөйлесіп кетейік. Жалпы қазір үшеуміз өз еліміздің, өз жұртымыздың 3 түрлі ырымын айтатын боламыз. Және ол ырымдардың мағынасы не? Қандай мақсатта ол ырымдар ерте кезден бері қолданып келе жатқандығы жайлы айтамыз. Ең бірінші рұқсат берсеңіздер, мен айтайын. Иә? Егер де сіздерде де ондай ырым кездесе болса, айтасыздар. Жақсы. Қараңыздар, біздің қазақ жұртында былай дейді біздің апаларымыз, нанның қиқымын жесең бай боласың деп айтады. Сіздерде ондай бар ма ырым? İpinin қуаты жері ме? Нанның қиқымын дегеніміз, нанды тураған кезде сақ-сақ қиқымдар қалады ғой. Nan yani otmek. Ekmek. Türkçe ekmek, bizde otmek deyimiz. Ya. Nan. Uygurlardan konuştum. Yani bu sözünü Uygurlardan bildim. Nan yani otmek. Сол нанды тураған кезде сақ-сақ қиқымдары қалады.
Соны былай Мгм. үстелден жинап деп жеп аламыз біз. Кішкентай кезімізден Аламын. сол кезде бай боламыз деп айтатын ата-апаларымыз. Doğru. Anladım. Bizde böyle Bizler var. Aha. Eğer otmekni kesken son şu otmekin ufakları olsa onları toplamağa gerek ve eğer de şu ufaklar tüpge düşse ve onlara ayakla bassan yani kör olacaksın. Yani otmekke böyle bir hürmet gösteremiz. Yani otmekke basmağa mümkün değil. Onu toplamağa gerek. Onu işte yani hürmet etmek gerek otmekni. Öyle. Мхм. Bizde tügal hatırlamayayım, tağayın hatırlamayayım. Ama bizde de var bu ay ipinin dilerini aşasan, şu vak kisaklarını aşasan ayteler bu ay bizde de boy bulasın деп ayteler miken? Tağayın bilmeyeyim. Я негізі Bizde var деп hatırlıyorum. біздің менің ойымша түркі халықтары нанды былай құдіретті тағам ретінде, құдіретті ас ретінде айтады. Бізде қазақтарда ас атасы нан деген мақал бар. Сондықтан я жаңа Ленур айтып отыр ғой, нанның қиқымын басуға болмайды. Нанды жерде көрсең көтеріп қою керек деген Bizde de сияқты. elbette. Bizde de ipini zorluyorlar, hem hürmet ederler ipini. İpini taşlarga yaramay, anın balçıkların da hatta oşa bitirge tiyişsin. Bizde eğer de otmeknin bir tilimi yerge düşse onu көтересің ve 3 kere böyle opmege gereksin. 3 kere. O mağınası ne? İşte otmekке hürmet yani Hürmet. yaxşı davranmağa gerek. Иә, жақсы, түсінікті. Енді келесі ырым, енді былай жиі қазақ халқының арасында қолданылады. Егер де мысалға менің бір құлағым шуылдаса, жанымда отырған адамға айтамын, менің қай құлағым шуылдап отыр деп сұраймын. Егер де жанымда отырған адам дәл тапса, Балнұр, сенің оң құлағын шуылдап отыр десе, мен айтамын, онда мені біреу мақтап отыр екен ғой деймін. Ал егер де ол таппаса, қателессе, онда айтамын, мені біреу жамандап отыр деп. Бізде сондай ырым бар. Bizde yok. Ben böyle şey ama eğer de bizde böyle aytar, eğer kulakların kızarsa yani böyle kızıl tüske çevrilse bizge aytar, o senin hakkında başka bir kişi düşüne. Yani başka bir kişi senin hakkında oylay dep aytar. Ansı var bu ay bizde.Üşkenim var. Жақсы, жақсы. Енді жарайды, ең соңғы ырымды айта кетейін. Мысалға сәби дүниеге келген кезде, ата әке шешесі қонаққа шыққан кезде, немесе далаға шыққан кезде, сәбидің маңдайына, немесе арқасына күйе жағып қояды, қара күйе, көз тимесін деп. Көз тимесін. Көз тимеу bizde de zor tema. Aynı şekilde mınımda bir nokta koyarlar, göz timesin dep. Ve daha bizde küçükene sabiçiklerge, balaçıklarga böyle enkazdan yani aselet yarama şeyler aytar. Misal için, sen çirkin bala yani ona göz timesin dülberligini aytmayıp da çirkinligini aytar. Böyle. Нашар айбірлер айталар, нашар нәрселер айталар балаға. Иә, нашар жақтарын, иә. Бізде де баланы мақтап жатса, айтпа олай көз тиіп қалады, туй деп үш рет үстелді соғып қояды. Ту деп, иә. Жақсы, келесі енді Болат, үш ырым. Менің бір мисал бар, мәселен, юлға шыққанда, үйден шығып кеткенде, Eğer senin de yolga çıkıp gittin iken, hem керек рәсім болса, bu нашар bilgi bulup durayındı. Eğer sana bir керек iken, kızıға selam berip шығарға деп айталар. Sizde андай нәрсе бар ма, yok mu? Бізде қазақтарда да бар. Мысалға, мен өзім әлі күнге дейін сол ырымға сенемін. Үйден шығып кетсем, жұмысыма мысал ретінде бүкіл заттарымды алып, енді есіме бір нәрсе ұмытқаным есіме түседі. Одан үйге қайтып баруға қорқамын. Бұл жаман ырым ғой. Одан да ол затсыз жұмысыма бара берейін деп. Бірақ кейбір кездері бару керек болып тұрады. Бірақ үйдің табалдырығын мен сол аяқтан аттап өтемін. Оң аяқпен емес, сол аяқпен кіремін. Bizde de var böyle. Ama kızıға selam беру бар ма sizde? Керек кіргенде? Мүмкін бар шығар, бірақ өзім жеке. Kızığa selam bersen başta yaxşı bulaşaq imiş. Ama eğer керек kiro, kızığa sizde pencere mi? Neçe gale? Mirror. Aynağa mı?
Айна. Көзгө. Yok bizde öyle bir şey yok. Ama Kozakça көзгө сөзү yok, değil mi? Күзгі деген mirror, айна. Иә? Iya. Ben sana aytdım da Bulat, galiba Türklerde de ayna var diye. Ayna. Kazaklarda. Bizde kuzgu. Daha bir şeyin var mı Bulat? Ya da ben devam edeyim. Tagын айта алам. Iya. Балаларга айталар инде ешкына. Ошаган вакытта аякны силкеп утырмаска. Шайтан килә дип, аякны силкеп утырсаң. Ансын балаларга айталар. Истәл артында матур гына утырсыннар дип, яхшы гына утырсыннар дип, аякларын силкеп утырмасыннар дип. Аягын силкесәң, шайтан килә дип әйтәләр. Ансы балалар өчен. Тагын ни бар? Ияккә терәлеп утырмаска менә булай. Бу да начар әйбер. Bizde mana bile okumaga mümkün değil. Bilesin mi aytalar? Diler bütün işte baht topeden kele başına sen de bu bahtını kapatacaksın. Baht gelmeyecek başına. Kapatmak mümkün değil. Түсінікті. Ama sizde bulay iyakkə terəlu yok, ayı mı? Anlatımda. Böyle de otursan baban ters şamar ora. Ciddi oturur yaramay. Nale. Енді мен өзім былай отыра берем. Білмеймін, маған ешкім басыл жаман ырым жайлы айтпаған болатын. Мүмкін бар да шығар, кім білет. Ырым деген көп қой. Ал енді Ленур? İşte men de bellesem bizim bazı hurfatlarımız kalgan Türkiye halklarının benzey. Böyle şeylerden birisi yani şimdi hurfatlar hakkında değil de başka şeyler, adetler hakkında daha çok, doğru mu? Ne? Adetler, hurfat bulaладыр инде, әйе? Yani ben o arada hurfat ve urf adet azıcık başka men bellesem. Ne olsa da Urf adet һәм hurafat. Hurafat ol ырымнар инде. İşte kılık gibi, ırım gibi. Bizde böyle bir adet var. El öpmek. Misal için sen üge kelesin, başka insanların misafirlikке kelesin, konak olup. Ve eğer de üde işte kartlar yaşasa, yani esli başlı insanlar yaşasa, birinciden onlarga kelip, onların kolunu alasın ve öpesin. Böyle birinci dudaklarına, son ise manglayına böyle işte yaklaştırmaga gereksin böyle. Yani hürmet göstermek için. Biz buna işte el almak aytamız ya da el öpmek aytamız böyle. Бик күркәм urf adet. İşte. Мен түрк сериалдарынан көрген болатын сондай дәстүрді. Türklerde de böyle bir adet var. Ondan sonra bizde de böyle bir atalar sözü var. Su yaştan, söz büyükten. Yani eğer de bir toplaşuda büyükler laf etse, balacıklar tınıp dinlemeye gerek. Ansa iyi, bizde de var. Sözünü kaytarmamak gerek. Ama eğer de bir toplaşuda su içmeye başlasalar, birinciden balacıklarga verecekler. Yani su yaşlarga verilir ve son ise büyükler içecek sunu. Yani böyle bir adet var. Mantıklı. Иә, өте қызықты екен. Sizde var mı böyle adetler? Бізде көбінде үлкенге құрмет көрсетіледі. Мысалға, қонақ келсе үйге ең бірінші үлкен жаңағы жасы үлкен адамдарды тамақтандырады, кейін олар үстелден тұрғаннан кейін балаларды шақыртып, балаларға тамақ береді. Bizde böyle aytalar. Hoş geldiniz, torumuz açık. Toru yani sofranın, masanın torusuna konaklarını geçiremiz yani. Konaklarga veremiz şu yer. Bizde de solay. Дәл солай. Тағын бір хурafатын айтайын мен, тырнақ кесу турында. Сізде де бар деп ойлаймын. Қол тырнағын һәм аяқ тырнағын бір күнде кесерге ярамай. Сізде бар ма? Қол тырнағын һәм аяқ тырнағын бір күнде кесуге ярамай. Bizde сағат кешкі 6-дан кейін қиюға болмайды. Ансы да бар, кешін de кесерге ярамай. İşte gece zamanında yani akşam zamanında tırnaklarını kırpmaga bolmay ve Bulat aytqаны gibi aynı günde hem ayak tırnaklarını hem kol tırnaklarını kırpmaga bolmay. Yani bizde böyle bir işte inanç var. Diler eğer de hem kol tırnaklarını hem ayak tırnaklarını aynı günde kırpsan
yani gelecekte bir günde hem yaman şeyler olacak hem yaxşı şeyler. Misal için toy merasiminde birev olup ketecek. Misal için yani hep kulaşı bir yerde yaramay bir şey geçecek değiller. Ал Болат, Ленур, сіздер өздеріңіз жалпы ырымға сенесіздер ме? Чөнки ул балачактан килгән, өйрәтелгән нәрсәләр һәм аларны үтәмәсәң начар нәрсәләр булыр дип уйлыйсың. Men özümni musulman deb sayam. Elbette bu urf atvardan uzakça durmaga tırışam ama ne olsa da kımerde böyle bir şeyler geçe. Yani bunu anlatmaga da kıyın. Çünkü bu senin işte nasıl diyeyim? Yani how is it called in English? Like you do not think about this like your subconscious. Yeah, subconscious. Yeah, it's subconsciously just like this. Ya аяқ астынан есіңізге келіп қалады, ya? Неожиданно. Да? Apansızdan aklına geleberi. Sen hatta oylamayıp bu şeylerini yapaberesin. Иә, дұрыс. Жақсы, онда бұл ырымдар мен дәстүрлерді қоя тұрайық, өйткені уақытымыз шектеулі. Енді жалпы сұхбаттың соңында біздің тіліміздегі айтылулары бірдей, бірақ мағыналары өзгеше сөздер жайлы айтып көрейік. Мүмкін біздің көрермендерімізге қызықты болар деген ойдамын. Ең бірінші мен бастайын, сіздер айтатын боласыздар, қандай мағынаны білдіреді. Тоқтаңыз, мен бұларны hazırlamadım galiba. Жоқ, ештен кетпейді, мен айтамын қазақша. Сіздер сол сөздердің аудармасын не мағына білдіреді, сіздердің тілдеріңізде соны айтасыздар. Жақсы, онда ең бірінші сөз ат. Ат дегеніміз бізде 4 түлік малдың бірі, немесе біз менің атым деп те айтамыз, яғни менің есімім. Сондай мағынада. Сіздерде қалай? Бізде де ад. Bizdə ad sözü isim olarak onun məğnəsi bir kullanılmıyor. Ad bizdə köbrək hayvan məğnəsində kullanılır. İsim məğnəsi bir kullanılmıyor, amma var oldu. Adның 4-5 məğnəsi var bunun tatar tilində. Негізі ат, ат деген сөз бізде мысалға етістік ретінде ат, like gun, shotgun. Ансында бар, fiil olarak da, isim olarak da məğnələri көп. Yani at olsa bizde de birinci şey aklımga ne? Hayvan kele, at hayvanı kele. Ama bizde de ad kullanan, yani benim adım Lenur. Yani isim daha az kullanıla, ad daha çok kullanıla. Yani isim o daha çok gramatikada kullanılgan bir şey. Yani bizlerde ad, senin adın ne? Benim adım Lenur. Böyle. Aha, жақсы, түсінікті. Келесі сөз онда зор. Бізде, мен өзім Шығыс Қазақстан облысынан болғандықта, бізде зор сөзі былай жиі қолданбайды. Мүмкін тіпті қолданбайтын да шығар, бірақ Батыс Қазақстанда зор деген сөзді үлкен, мықты, күшті, қиын деген мағынада қолданады. Сіздерде қалай зор? Зор бізде де үлкен дегеннен аты. Зор. Бізде зор қиын. Зор қиын, пек қиын мағынада. Жақсы. Олай болса енді бұлай ұқсастау екен. Жалпы келесі сөз ол жарты. Жарты дегеніміз мысалға кез келген заттың 50%, жартысы. Ярты бізде де яртысы. Bizde jartı, yani jartı değil de jartı, bizde jartı yani pek eski bir şey, yani bir şeyini çok kullanarlar ve endi onu kullanmaga da mümkün değil, yani böyle pek eskirgen bir şeye jartı değiller. Yani bu daha çok yani adjektif gibi jartı. Ama sizler degen söz bizde yarı. Yarım bizde de var ama нәрсенің de bulsa yartısı деп айтамыз. Жартысы. Иә, бізде де жартысы деп айтамыз. Келесі сөз жарық. Жарық дегеніміз мысалға күндіз, күн шыққан кезде, иә, мысалға мынау светіміз жоғарыда тұрған жарық. Bizde de aynı. Bizde de aynı manada yarık. Yani kunduz, kunu işte kunның nurları yarık ketire bizge. Иә. Bizde niyedir мәгънәсе өзге? Bizde ол тишек дегеннің аты. Ярык. Тишек дейді, ama sızıq енді яғни ярык.
Hole кебек. Yani Hole yarmak, түгел, yarmak, yara. Ярудан. Яра. Yarıldı. Yani bu Yarık manada yarıldı. yarıldı deymiz biz. Bir şey yarıldı misal. Әмма бездә Yara ярык söz ул исем söylesem буларак. aynı Tamırdan kele. Yara. Var mı sizde böyle bir söz? Бізде жара деген сөз бар. Жара, мысалға Бар. қолымызды кесіп алған кезде Aa, жара. çok- çok- Әй. Шуннан килә инде ул, димәк. Бездә дә яра сүзе бар. Әмма ярык ул crack булган инглизчә. Жақсы, келесі сөз ұқсау. Бізде ұқсау дегеніміз мысалға бір нәрсе, екінші нәрсе дәл бірдей болған кезде. Әй, бездә дә охшау. Шул ук мәгънәдә. Okşav. Bizde oşav. Yani bu manada oşav sözü kullana. Ama eğer de o harfinden son h ya da k sesi gelse o başka managa yani sipalamak managa. Men oşayım, başımı okşayım. Бездә андый мәгънәсе юк. Аха, Ama oşav o sizinkisi okşav. Бездә жақсы. ошау to like someone. To like something. What? Someone. To Ошау like some- хыдан башка ошау ансы шатырга to like something. to like. Like, ұнату деген мағынада ма? Онату булайын туттыр. Казакча әйе. Beğenmek. Жақсы. Muz. Do you use muz as banana? Yok, bizde yok. Kullanmıyor bizde. In literally language yani edebi dilimizde muz banan yerine kullanılıyor ama kendi de telaffuzda айтылышта gündelik hayatımızda banan sözünü kullanamız. Ал бізде мұз сөзі кәдімгі мұз, қатып қалған су. Buz. Buz ansı. Bizde buz. Ansı Buz. başka. Toxtаңыз. Bizim çöl şivemizde yani dedin ya Kıpçak dillerine daha yakın olgan şivemizde orada muz değil. Muz, buz manasında. Қатып қалған su. Doğru. Ал сіздерде не дейсіздер мұзды? Bizde buz bulan. Buz. Bu bilen. Ал бізде бұз дегеніміз мысалға бір затты алып бұзып тастаған кезде, сындырған кезде, мысалға үйді бұзу. Buzmak. Buzu bizde de var ansı. Buzmak. Онда ұқсас болады екен. Әйе. Жақсы. Онда біздің сұхбатымызды тамамдасақ болады. Ленур болады. Сіздерге алғысымды білдірейін. Өте қызықты сұхбат болды. Көптеген ақпараттармен бөлісіп жатсыздар. Расымен өз жұрттарыңыздың мақтанышсыздар. Осы бастаған жолдарыңыздан таймаңыздар. Тек күш жігер тілеймін. Соңына дейін жеткізіп, мықты популяризатор болып шығыңыздар. Енді барлық жақсылықты тілеймін сіздерге. Жұмыстарыңызға, оқуларыңызға сәттілік. Барлығы арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Рәхмәт яусын Балнур, сиңа да көп рәхмәтләр. Сау. Bizni davet etkenin için çok sağ ol. Yani siz de işinizni devam etiniz. İşiniz oң kelsin, yaxşı bolsun. Сонымен көрермендерім, сіздерге сұхбат ұнады деген ойдамын. Егер де тіркеліп үлгермесеңіздер, менің арнама және Ленурдың, сонымен қатар Болаттың арналарына тіркеліп қойыңыздар. Олардың жасап жатқан жұмыстары зор, сонымен қатар сіздердің назарларыңызды қажет етеді. Қош көріскенше сау болыңыздар.